Бұл магний водород БАДыда емес, бұл аптечный химиялық препаратқа да жатпайды. Бұл заманауи, мынау 21 ғасырдың 5-ші поколениясы 5G заманауи ем. Клеткалық деңгейде адам ағзасындағы барлық ауруларды емдейтін 21 ғасырдағы жаңадан шыққан ем. Бұл қалай жұмыс істейді? Жапондықтар осы 10 жыл бойы организмге водородтың пайдасын тапқан. Барлық жерде сутегін сата бастаған. Мынау құрғақ түрдегі водородты 2017 жылы шығарып, осыған Нобель сыйлығын алған еді. Бұл өнім қалай жұмыс жасайды құрғақ күйінде? Біздің ағзамызға түскен кезде ағзаның қышқылдығымен реакцияға түсіп, бұл сутегін бөле бастайды. Сутегінің атомы 2-ге тең. Ол біздің клеткамыздың ішіне кіріп, ядросы бар, мембранасы бар. Сол жердегі бос радикалдармен минус зарядты активный оттегі қосылып, атомарный молекулярный водородқа айналады. Сол кезде біздің ағзамыз жаңыра бастайды. Осы оксидтер бізді тотықтырады екен. Бұл тотығу процесін тоқтатады. Біздің ағзадағы кислотно-щелочной баланс 7-де 5-ке тең келгенде, біздің организмімізде ешқандай ауру өмір сүре алмайды екен. Ешқандай аурудың қоздырғыштары да өмір сүре алмайды екен. 12 системаның 32 бағытында жұмыс жасайды екен. Қан құрамын, лимфатикасын тазалайды. Мидағы майда капиллярларына дейін мына инсульт, инфаркт алған қанның құрамы қою адамдардың қанын сұйылтып, қан құрамындағы қант пен холестеринді түсіріп, сахарный диабетке көмектесіп жатыр. Буын ауруларына, бауыр, бүйрек, өттегі ішкі құрылыстарға барлығына көмектеседі.